Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үгілмелі самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен алдын ала елеуіштен өткізген ұнымызға тоң майымыз бен сары майымызды үккіштен жақсылап өткізіп аламыз. Үккіштен жақсылап өткіземіз. Бір түйірі қалмағанша осылайынан ұн мен сары майымызды жақсылап араластырамыз. Бұдан кейін қолымызбен осылай біркелкі масса болғанға шейін араластырамыз. Бұдан кейін жұмыртқамызды салып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Тұз бен суымызды араластырып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз дайын. Енді оны бірнеше бөліктерге бөліп алып, оны кішкентай бөліктерге бөліп, осылайынан домалақтап бетін жауып қоямыз. Одан кейін өстіп боқтайтын көмегімен жайып, самсаларымызды түйетін боламыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да рецепттің түрлері бар. Сол рецепттермен жасап көрсеңіздер болады. Осы видеоның астына комментарий жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, маған өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осы самсаны түйген соң бетіне жұмыртқаның зарауыздарын жағып, қалауымызша әсемдейміз. Мен осындай қара күнжітпен әсемдеп қойдым. 180 градусқа пісіреміз. Жарты сағатқа біздің самсамыз дайын. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.